Сәлем достар, сендер мен ORKA. Өзім сене алар емеспін, ё-мойо. Неге десеңіздер, бүгін міне осы көптен күткен осы күн келді. Ол қандай күн десеңіздер, менің осы уақытқа дейін маңдай термен тапқан ақшамды жинап, жаңа бір керемет топовый десек те болады, жаңа компьютер алдым. Енді бүгін біз сіздермен распаковка, сборка жасайтын боламыз. Сондықтан да бұл видео сіздерге ұнайды деген ойдамын. Әрине ұнаса лайктарыңызды басып, чипсы, попкорнды алдыларыңызға алып, жақсылап тұрып жайғасып алыңыздар, себебі видео ұзағынан болайын деп дегенде. В общем-то, достар, ұнаса лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді комментарияға жазып отырыңыздар. Ал біз видеоны бастаймыз. Ержан, блин, заебал. Вставай, салам алейкум. Вставай, я заебал, на работу пора. Ты че ебанулся, спишь? Давай, Ержан. Бұл видеоны көрмей тұрып, сіздерге өзімнің Instagram парақшама жазылуды ұсынамын. Бұл жерден сіздер түрлі қызықты видеолар, және де менің суреттерімді, тікелей эфирлерімді, және де тағы басқа сондай керемет қызықты нәрселерді осы Instagram парақшамнан көре аласыздар. Сондықтан да барлығымыз кіреміз, тіркелеміз, сілтемесі төменде. Сәлем достар, сендер мен ORKA. Чо там, алдан қалдыңдар ма? Өшімта достар, бүгін біз ешқандай да менің жаңа компьютеріме, ешқандай да сборка, распаковка деген видео болмайды. Қалжыңда өтірік айтқаным менің бұл. Яғни осы бір айдың ішінде шықпаған видеоға өшімта сіздерге сюрприз жасайын деген тірлігім ғой осы, короче. Бірақ та ешқандай да уайымдамаңыздар, бүгін менің арманымдағы керемет сборка, яғни компьютерімізді бүгін біз PC Building Simulator деген бір керемет қызықты ойында сол сборкамызды жинайтын боламыз. Әрине бұл видео сіздерге ұнайды деген ойдамын. Әрине ұнаса лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді комментарияға жазып отырыңыздар. Ал біз ойынды бастаймыз. Ошымта, мінекей достар, ойынның өзіне де кірдік. Негізі бұл ойынды мен бірнеше рет ойнадым. Бірнеше рет дегенде енді кішкене ойнадым. Жалпы бұның қандай ойы, не мақсат, ошымта не істеуіміз керек деген сияқты нәрселерді біліп алуымыз үшін кішкене ойнадым. Енді негізінде бұл ойынды мен взломать етіп алдым, яғни ақшасын и уровеньді. Неге десеңіздер, бұл жерде біз барлық керемет топовый, мысалға видеокарта, анау-мынау дегендерді ашуымыз үшін бізге уровень жинауымыз керек, яғни бірталай уровень, яғни 30-дан жоғары. Және де оған оны сатып алу үшін біз бірталай ақша керек, сол үшін. Сондықтан да мен, короче, көп сөзбай осы басты қатырмай взломать ете салдым. Оның барлығын жинап, оны отыру бірталай уақыт өтеді оғаншы. Ошымта, міне, жалпы бұл ойында не істеуіміз керек деп сұрайтын болсаңыздар, бұл жерде біз жалпы ойынның мақсаты, бұл жерде бізге өзіміздің рабочий компьютерімізден заказдарды қабылдап, яғни біз андай ремонттайтын адамбыз ғой, короче. Ошымта, соны бұл жерден бұзылған, яғни біреу жазады, короче, видеокартам күйіп кетті, анау-мынау, ошымта ауыстырып беріңіз, анау-мынау деп, ошымта солар заказдарды жібереді. Біз солардың нәрселерін, заказдарын қабылдап, компьютерлерін жасап, ошымта сөйтіп біз ақшаны да, уровеньді да жайлап көтере береміз. Так, жалпы бізде міне мына жерде 3 компьютер тұр. Жалпы жаңа негізі ойнағам, сіздер үшін түсіргем негізі. Бірақ та мынау естелаң бандикам даусымды жазбай қалды бір себептермен. Неге, немене білмеймін әйтеуір. Жалпы осы компьютерді жинап атқам. Бірақ та әбден түсіріп болғаннан кейін байқағансыз. Міне енді жалпы сіздер үшін тағы да осы ойынды түсіріп отырмын мен. Не істейміз? Амал жоқ, амал құрып қалды. Так, енді аламыз. Так, питание керегіміз. Есек немене қатып қалды. Аламыз да, бұны лақтырып жібереміз наяқа. Пока керегіміз. Бізде заказдарды қабылдайық. Міне уже мен тағы бір видеокарта, анау-мынау дегендерді алып алған бағана. Так, бізде не бар жалпы? Инвентарды. Мынаяқтан тексереміз оны. Не, инвентарда бізде процессор. Бізде процессор алу керек, новый. Система охлаждения алу керек, материнский плата алу керек. Мыналарды сатып жіберсем де негізі дұрыс болады. Мына керек еместерді ше. Барлығын сатып жіберейін бірден. Бұл ешқайсысы да бізге керек емес. Жалпы негізінде бір қателіктер кетіп жатса, менің жалпы оған айып етпейсіздер. Енді ондай супер мастер емеспін компьютер жинаудан. Кейбір ақылдылар бар ғой, жазатын, ой, сен түк білмейсің, анау-мынау. Ошымта соны ескертіп қойын деген ғой сіздерге. Міне бізде гигабайт Aorus GTX 1080 Ti 11 гигабайт деген видеокартаның біреуі бар. Енді тағы біреуін аламыз. Жалпы негізі мен қазір арманымдағы компьютерді бірге жинап
жинайтын боламыз сіздермен. Так, мынау да керек емес жалпы. 4 гигабайттан 2 жесткий диск алдым. Және де SSD 1 терабайт алып қойдым. Блок питания жоқ, кабель да бізде ештеңе емес. Так, мына жерде. Мынау да керек емес бізге. Мыналардың дофигасын алып алыппын. Негізі бір талдан керек бұл, короче. Қызыл мен көктен біреу қалдырайық. Енді базар жоқ. Отыра берсек болады енді. Амалсыз, не деп кеттім. В общем-то, Core i9 іздейміз. Ой, скажем үшін. Міне, бізде дәл осы негізі мен мына жерде өзім бұйыртса, алла қаласа осы новый компьютерді жинайын деп мына жерде списоктың барлығы қандай процессор, қандай видеокарта, соның барлығын жазып қойдым. Енді примерно соған ұқсас қылып осы жерден де жинап көрейін. Арманымдағы нені. Ол жерде бізде мына жақта Core i9 990K деген процессор тұр. Енді оған біз материнский плата керек. Оны да біз Aurus'тан аламыз. Жалпы Aurus компаниясынан жинайын деп отырмын. Енді мына жерде мен ойлаған не жоқ екен. Мен алатын материнский плата жоқ екен. Сондықтан да біз мына Z370 деген видеокартаны аласайық. Мінекей сокетте бізде LGA 1151 деген не жалпы Core i9 келеді бұған смело. Ал негізі мен алайын деп жүрген ол Z390 деген Aurus, тоже Aurus компанияның сыныкен. Сонда ол жоқ болғаннан кейін осы Z370-ті ала салайық. Так, келесі система охлаждения. Так, Aurus'тан бізде жоқ. Негізі кулер алайын дедім. Кулер ма не деуші еді? В общем-то, Aurus компаниясы. В общем-то, барлық Aurus қой менікі. Мына жерде ол не ашылған жоқ. Негізі бар ғой оның. Барлығы бар. Просто менде уровень аз болып тұр. Сондықтан да бізде көп нәрсе, топовый нәрселер онша ашылған жоқ. Одан біз на 3 вентилятор Kraken RGB емес деген, бірақ бар. Что-то мынау жанбай тұрғым. Только мынада несінде ғана RGB ғой деймін, походу. Ішінемен алайықшы, ішінемен. Водянканы. Базар жоқ. Осыны алайықсайық. Тема. Келесі, планки. Планки бізде тоже қандай еді? Дельта мет, қалай еді? Team Delta ма? Қандай сондай не болған бізде? Міне, 8 гигабайт. Ең жоғарғысы қайсы? 16 гигабайттан жоқ па? 16 гигабайттан өкінішке орай жоқ екен. Ана материнский платада бізде 4 не салынады, слот. Сондықтан да біз 4-еуіне аламыз. 8 гигабайттан. Общий 32 гигабайт болады. 1, 2, 3, 4. Міне. Видеокарта біреуін алдық. Енді тағы біреуін ала саламыз. Aurus'тікі тоже. Тура сонда 2 не ала саламыз. Міне. Так, келесі. Хранение данных бізде бар. Блок питания бізде жоқ. 1000 ватт өкінішке орай жоқ қой деймін, походу шынаяқта. Жоқ екен. Сондықтан да ең көбі бізде қайсы 950 ма? 950 де жоқ, походу 850 максимальный. Максимальный 850. Біз термалтек RGB подсветкасымен аламыз. Кабель керек емес. Корпустан біз космос деген не аламыз. Космос міне. Негізі M деген жақсы еді, бірақ та M деген өкінішке орай жоқ. P версиясын аламыз. Келесі, так, алдық. Так, алдық. Походу болған сияқты негізі. Болды, походу болды. Басқа ештеңе керек емес. Так, енді барамыз. Біз заказымыз келу үшін біз шығамыз да, негізі аренданы төлей салуым керек. Так, завершить день деп басамыз и келесі күнді күтеміз уже. Бүгін бізде 30 январ. Что за фигня? Қайда менің заказдар? Қайда менің заказдар? 29 келді ма или? Келмеді құман. Инвентарды көрейікші. Процессор жоқ, әне. Енең драйв. 30. Онда біз завершить деп тағы бір рет басамыз. Может, февральдың 1-інде келеді шығар. Есек біз. Енең драйв біз купит деген. Есек. Не деген мы? Топас. Сорлы біз корзинадан купит деген нәрсен баспаптық қой, есек. Бәсе немене келмей атыр дейсің? Қаншама күнді босқа кетірдік. Әне доставка екісі бәсе. Міне, көптен күткен заказымыз келді. Приступить к работе. Міне, процессор дегеннің барлығы келді бізде. Корпус. Орнатылған ғой бағанақ. Міне, бәсе. Осыны аламыз да қоямыз. Міне, көптен күткен. Керемет біздің нелеріміз. Так, біріншіден удалить етеміз. Барлығын алып тастаймыз. Керемет құрылғының көмегімен біз жалпы алатын нәрселерді тез алып тастауымызға болады. Мынаны да керек емес, біз басқасыз аламыз. Так, мынауды алып тастаймыз. Чап. Мынаны да алып тастаймыз. Енді болды, походу, ана үстіндегісін де алып тастайық. Все, приступим к работе. Так, бірінші материнский платадан бастаймыз. Хоп, салып жібереміз. Как красиво стало.
Ашамыз, Core i9, давай. Процессорды саламыз. Так, не қайда? Термопаста жағып жіберейік. Жалпы неміз қызық кетпеу үшін. Жабамыз. Аха. Сразу бұл жерде бір кереметтен кабельдер өзі қосылады. Бірақ неге десеңіздер, просто мен олардың барлығын онша қақпаймын да, просто сол үшін. Так, келесі планки памяти. Аха, төртеуін, бірінші наларды ашып салуымыз керек. Ашамыз. Төртеу. Өкінішке орай төртеу ақ қана салынады екен мына жақта. 8-і салынғанда базар жоқ болатын еді. Негізі 32 гигабайттан негізі бізге жеткілікті болады негізі. Одан артық қайда? Так, келесі бізде наны салып жіберейік. SSD. Келесі видеокарта. Видеокартаны салу үшін бізге мыналарды алып тастауымыз керек. Так, наны алып тастаймыз. Аха, все. Есек. Дұрыс емес. Міне мынаны саламыз. Бұл жерде тағы негізі 3 видеокарта салынады екен. Базар жоқ қой мынау вообще. Екеуін саласам, негізі екеуі де жеткілікті бізге. Одан артық керек емес. Келесі, так, система охлаждения. Аха, үстіне салып жібереміз. Не? Базар жоқ, вентилятормен. В общем-то, керемет мынау RGB подсветкасымен кешке қарай, түнге қарай өте керемет болып жанады. Так, келесі хранение. Аха, мыналарды да саламыз сразу. Екіншісін саламыз. Так, блок питанияны ұмытып кетіппін. Осыны да саламыз. Осы бір несіш түк қақпаймын осы блок питанияны кабельдерін қалай жалғайды. В общем-то, сен де түк қақпасаң лайк бассайшы. Так, келесі вентилятор. Мына жерге өкінішке орай салынбайды екен, тағы біреу. Или салынамыз. Салынса негізі жақсы болатын, салынбайды екен өкінішке орай. Жалпы болды, басқа ештеңе керек емес, біз барлығын салдық. Так, водяное охлаждение бар, аха, SSD бар, азу бар, видеокарта бар, жесткий диск бар, блок питания бар. Жалпы болды, басқа ештеңе керек емес деп ойлаймын енді. И мына өзінің нелерін сала салайық қайттан. Так, питание қосамыз. Жаба салайық. Осы не найди. Так, установить. Так, бізге флешкамыз салуымыз керек біріншіден. Ол жерде программамы бірдеңе бар әйтеуір. Бұл жерде қазір BIOS деймін, в общем, оны түкте түсінбеймін. Сондықтан да оларды қатты керек емес деген ойдамын. Міне, Windows установить еттік. Базар жоқ, енді біз қазір тест драйв от ORKA деп бір тест жасап жүрейік. Так, қайдан ал? Так. Сразу немізді ауыстырып қоямын. Албойды. Нет, бұнау абойды ету үшін, не керек еще? Так, қайсы еді? Водяная настройка видеокарта, OSST, рейтинг комплект. Так, антивирусты жасалайық. 3D Mark, міне, осыны қазір тест жасап жібереміз. Так, перезагрузка кетті. Көреміз енді біздің кереметтей мощный видеокарта деп. Компьютеріміз қандай дәрежеде жұмыс жасайды екен. 3D Max'қа кіреміз, запустить деп басып жібереміз. Что за херня мной? Была обнаружена проблема, и омега-ос была выключена, чтобы предотвратить. Что за херня? Көтермей қалды ма не? Позор. Ну-ка, басынан қосып жіберейік. Или разгон керек па бізге? Так, сразу фон ауыстырасайықшы, өзім немді қойып қойын. Подержак. Разгонять ету керек па? Сонда түк түсінбедім. Қара. Ё-моё. Қайсы көрем BIOS дейма, в общем-то соған кіріп көрейік. Міне, короче, кірдік BIOS-қа ма? Гигабайттың несіне, программасына разгон. Так, кейін бұларды не, разгонять етуіміз керек па? Негізі бұларды түк қақпаймын да. Бәрі максимальныйға қоя салайық, базар жоқ. 2 байт дейді, включить дей саламыз. Так, максимальный қыздырып тұрып ете салайық. Разгон ЦП. Оны да максимальный қоя саламыз. Көрейік, может, содан ба? Негізі бұларды онша қақпайтын едім мен. Болды ғой, сохранить или қалай? Так, енді көрейік. 3D Max. Негізі бұларды көтеру керек қой. Ой, есек. В общем-то, бұны білмеймін, короче, қандай екен. Жай өшіріп қоссайық жарайды. Міне, жалпы неден екен білмей тұрмын, көтермей жатыр ма? Бірақта мынақта мощный нелер тұр ғой. Көп экран шығып кетіп жатыр да. Соның бір несін түсінбедім. Короче, егер де біліп жатсаңыздар, комментарийға обязательно жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқимын. Бұлай негізі жалпы компьютер жаман емес, өте керемет, әдемі, симпатичный болып шықты. В общем-то, сіздерге ұнады деген ойдамын. Енді достар, осымен ойынымызды бітірейік. В общем-то, сіздерге ұнады деген ойдамын. Әрине, ұнаса лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді комментарияға жазып, менің каналыма жазылып, тағы да астындағы подписаться деген кнопканың астындағы колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Менің алдағы керемет қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін, және де бірінші болып көру үшін. В общем-то, достар, бүгіндікке осы. Жалпы ойын жаман емес. Кішкене адамды армандатып, қиял ғажайып әлемге апаратын бір ойын екен әйтеуір. Яғни геймерлар дейікші, короче. В общем-то, достар, енді сіздерге ұнады деген ойдамын. В общем-то, бүгіндікке осы. Тағы да достар, айтпақшы, менің
Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол жерден сіздер кереметтей қызықты видеоларды, суреттерді және де менің тікелей эфирге шығам. Ошымта соны көру үшін, сұрақтарыңызды сол жерде қою үшін. Ошымта қызықтың бәрі Instagram парақшамда астыға өтіп тіркелеміз барлығымыз. Ошымта бүгіндікке осы, сіздермен болған ORKA. Қош сау болыңыздар.